Бүгін қозғайтын тақырып 5-ші апта Моңғол дәуірі. Моңғол дәуірін біз білеміз, ол 13-ші ғасыр мен 15-ші ғасыр аралығында дүркіреп тұрған ең алпауыт мемлекеттердің бірі болды. Моңғол дәуірінің құрылуы Темучин атты азамат арқылы. Темучин Шыңғыс хан, шын аты Темучин, ол 1155 жылы дүниеге келген, оның өзенінің бойында дүниеге келген. Және де Темучин атының қойылу себебі, Темучин атының мақсаты темірдей берік, қатал, темірдей қатты деген мағынаны білдіреді. Темучин атының қойылу себебі, Темучиннің әкесі соғыс кезінде бір тұтқынды ұстап алған екен, мерген тұтқынды. Сол тұтқынның атына лайықты, осы тұтқынның күшіндей, тұтқынның ақылдылығындай, тұтқынның батырлығындай дегендей баласын арындап қойған екен. Сөйтіп оның аты Темучин болды. Темучин сөйтіп өзі 9 жасынан бастап балалық кезін жетімдікпен өткізеді. Және ол жетімдікпен өткізген жағдайда да ол өте батыр, өте ақылды болады. Ол жаудың қолынан мойнына кісен салып тастаған жерлерден де атқып шығып кеткен айлакер болатын дейді. Сөйтіп ол 1206 жылы ұлы құрылтайда бүткіл моңғолдардың басын біріктіріп, Шыңғыс хан атағын алып, моңғол мемлекетін құрады. Сөйтіп моңғол мемлекеті 1206 жылы құрылып, Шыңғыс ханның өте білімділігі, өте саясаткерлігі, данышпандылығы, батылдығы алдыға өрлетіп, үлкен жорықтар бастап, ол жорықтарсыз да үлкен мемлекеттерді өздерінің қарамағына алып отырды. Моңғол мемлекетінің жорықтарын айтып өтетін болсақ, ішкі жорықтар 1206-1211 жылдары сол моңғол мемлекетіндегі әр кішкентай тайпаларды кейбіреуін дипломатиялық, кейбіреулерін жорықтар арқылы өздерінің топтарына қоса бастады. Сөйтіп моңғол мемлекеті үлкейе бастады. Моңғол мемлекетінің Қытай жорықтары 1211-1234 жылдары, 1211 жылы солтүстік Қытайдағы Сизян мемлекетіне шабуыл жасады. Сөйтіп Қытай жеріндегі Пекин қаласына дейін моңғолдар жеткен болатын. Сөйтіп ол 1211-1234 жылдар аралығы сол жорықтар жалғасты. Үшінші Орта Азия жорықтары 1219-1221 жылдары. Орта Азия жорығы 1219 жылы Шыңғыс хан әскерлері Отырарды шауып, Хорезмге қарай қарсы соғыс ашады. Отырарды шабу себебі Отырар апаты сөйтіп 1218 жылдары Шыңғыс хан елші жіберіп, сөйтіп Қазақстанмен қазақ жеріне одақтас болғысы келді. Сөйтіп оны дұрыс түсінбеген елшілермен сол Шыңғыс хан келген кернеуді тонап, сөйтіп Шыңғыс ханның ашуына тиеді. Сөйтіп ол Шыңғыс хан тағы бір елші жіберілген кезде оны Хорезмшах ол елшілерді тағы өлтіріп қояды. Сөйтіп Шыңғыс ханның ең бірінші алғашқы сылтауы Отырарға деген, қазақ жеріне деген сол елшілерін өлтіріп қойғаны үшін сөйтіп соғыс ашады. Сөйтіп Отырарды ала алмай жатқан кезде қазақтың ішінен бір зұлым сөйтіп Отырардың есігін ашып береді деген аңыз және тарихи әңгімелер кең таралған. Сөйтіп ол Орта Азияға шабуыл жасаған жылдары Бұхара, Самарқанд, Үргеніш сияқты ірі қалаларды жаулап алды. Басқа жорықтар 1220-1223 жылдары Шыңғыс хан қолбасшылары Жебе мен Үгедей, Кавказ, Қыпшақ, Таласу, Русь жерлеріне дейін барды. Сөйтіп 1223 жылы Қалқа өзеніндегі шайқаста орыс Қыпшақ бірлестіктерін талқандады. Сөйтіп былай қарап тұрсақ, жорықтары үлкен көлемде жорықтар жасалған болатын. Сөйтіп енді Шыңғыс ханның өмірбаянына, Шыңғыс ханның билігіне келетін болсақ, билікте ұлы хан отыратын болған. Шыңғыс хан кезінде билікке тек қана Шыңғыс ханның ұрпақтары отыра алатын болған. Сөйтіп Шыңғыс хан өте қатал әрі
кейбір жерлерде де Шыңғысханды қаныпезер деп те аталған. Бірақ Шыңғысхан өте қаталдығы соншалық, оның яса жасақ дейтін заңдар жиыны болған. Ол адамдарға тәртіптік, адамдарға енді екінші келетін болсақ, ұлыстардың құрылуы әр ұлыс ханның атына қарағанмен бәрі ханға бағынды. Сөйтіп ол жошы ұлысы қазіргі Қазақстан, батыс Сібір еділ бойы, ал екінші Шағатай ұлысы Жетісу, Мауреннахр, Үгедей ұлысы батыс Моңғолия, Алтай, Тарбағатай таулар, Төле ұлысы Моңғолияның өзегінде қалған болатын. Алтын Орда мемлекетінің тарихы. Алтын Орда 13 ғасырдың ортасында Жошы ханның ұлы Батыйдың үлкен жорықтар арқасында құрылған мемлекет. Оның құрамы қазіргі Қазақстан, Қырым, Кавказ, еділ бойы, батыс Сібір мен шығыс Еуропа біраз жерлер кіреді. Орталығы Сарай-Бату болатын. Билік құрған хандар Батый хан 1236-1256 жылдары, және Берке хан 1257-1266 жылдары, Өзбек хан 1312-1342 жылдары, Жәнібек хан 1342-1357 жылдары. Алтын Орданың ең гүлдену кезеңі ол Өзбек ханның кезеңінде болатын. Өзбек ханның кезеңінде де ол кезде Алтын Ордаға ислам діні де орнаған еді. Сөйтіп 14 ғасырдың екінші жартысынан бастап ішкі қырғызстан мен сыртқы қырылыстар және шайқастар Алтын Орданың әлсіреуіне алып келіп, 15 ғасырдың ортасында Алтын Орда ыдырап, Алтын Орда ыдыраған кезде Қазан, Астархан, Қырым, Ноғай, Сібір хандығы сияқты мемлекеттер пайда болды. Енді Ноғай ұлысы Алтын Орда әлсірегеннен кейін 15 ғасырда Еділ мен Жайық аралығында аймақты құрады. Атауы Әмір Ноғай есімімен берілген. Халқы негізінен Маңғыт, Қыпшақ, Қоңырат, Найман, Арғын, Қаңлы сияқты түркі тайпаларынан құралған. 16 ғасырда Ноғай ордасы бірнеше билікке бөлініп, бір бөлігі Қазақ хандығына қосылған еді. Моғолстан 14 ғасырдың ортасында 1348 жылы Шағатай ұлысының шығыс бөлігінде құралды. Мемлекет билеушісі Тоғылық Темір, жер аумағы Жетісу, шығыс Тарбағатай, Тянь-Шань маңы болатын. Халқы Дулат, Қаңлы, Қыпшақ, Керей, Найман, Арғын және түркі тайпаларынан құралған мемлекет. Сөйтіп билік Дулат тайпасы әмірлерінің қолында болды. Ақсақ темір жорықтары Әмір Темір 14 ғасырда ортасында Азияда қуатты мемлекет құрды. Ол Моғолстан мемлекетіне бірнеше шабуыл жасап, 1371 мен 1390 жылдар аралығында Моғолстан мемлекетіне 10 рет аса қауіпті шабуылдар жасаған еді. Сөйтіп, оның басты мақсаты Жетісу мен шығыс Түркістан аумағын өзіне алуы еді. Сөйтіп, Моғолстанды қатты Әмір Темірдің шапқыншылықтарына шыдамай, Әмір Темір Моғолстанды соңында басып алатын еді. Назарларыңызға рахмет.